Сәлем, құрметті менің каналымның көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздермен қаттама нан немесе пәтір нан деп аталатын нанның түрін жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау шарын басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңіздей бізге ұн, жұмыртқа және де сұйық май, су қажет болады және тұз. Осылардың барлығын бір келкі араластырып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Әркім енді өзінің отбасы мүшелеріне қарап, егер адам көп болса, көбірек жасайсыздар, 2 жұмыртқа қосасыз дегендей. Осылай қамырымызды әдемілеп илеп аламыз және де 5 минутқа демалдырып қойып, осылай бөліктерге кішкене бөліп аламыз. Бұл пәтір нанның ерекшелігі, бұл сковородкада пісіреміз бұл пәтір нанды. Осылай арасына май жағып, осылай орайтын боламыз. Жақсылап орап алыңыздар. Кішкене бөліктерге бөлесіз, өйткені сковородкаға сыю керек. Мендегі енді орташа үлкендіктегі сковородка. Міне осылай бөліп алдым. Енді осыларды бір демалдырып, жақсылап жұқалап жаятын боламыз. Кәдімгідей әдемі жұп-жұқа пәтір нан болып шығады. Міне сковородканы қыздырып, аз ғана май тастап, осылай екі шетін қызартып алатын боламыз. Менің каналыма видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер тіркелмеген болсаңыздар, баршаларыңызға ас болсын.